16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Жалпы осы қоғамымызда орын алып жүрген мәселелерді әрине біз құқықтық жағынан баға беріп, осы қоғамдағы мәселелерді қалай шешуге болады деп құқықтық жағынан біз кеңес беруге осы бағдарламамыз әрқашанда дайын. Сондай бір жағдайдың бірі, енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда өңірімізде еңбек дауларының белең алып отырғаны ащы да болса шындық. Маңғыстау облысы жалпы республикадағы ең ірі өндірістік, мұнай өндірістік компанияларының шоғырланған мекені болып табылады. Соған байланысты әлеуметтік желіде, теледидардан, хабарлардан, газет журналдардан оқып жатырсыздар. Бұл маңда біздің сол өңірде еңбек даулары ушығып, қазіргі таңда олар сотқа дейін жетіп отыр. Бұл даулар неге болып отыр? Жалпы бұл дауларды еңбек құқықтық қарым-қатынастар қандай құқықтық нормалармен реттеледі? Сотқа дейін дауды реттеудің міндетті қандай тәртіптері бар? Жалпы еңбек инспекторлары, оның ішінде мемлекеттік еңбек инспекторларының бұл дауларды реттеудегі орны қандай, өкілеттілігі қандай? Міне бүгінгі бағдарламамызда осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Бағдарлама қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ақтау қаласының нөмір 2 сотының судьясы Сейітова Марал Қасқырбайқызы, қош келдіңіз. Және де Маңғыстау облысы еңбек инспекциясы басқармасының мемлекеттік еңбек инспекторы Мажитов Мерей Оралбайұлы. Студия қонақтары, қош келдіңіздер. Енді әңгіменің жалпы қандай бағытта болатынын өздеріңіз біліп отырсыздар. Әрине бұл оңай тақырып емес. Біз еңбек туралы дауларға бірнеше бағдарламада арнай аламыз. Енді бүгін қазіргі таңда мекеме ұжымдарындағы жалақы көтеру туралы және басқа да талаптары бар жұмысшылардың еңбек даулары орын алып тұр. Бұларды қалай шешілуде бұл мәселелер? Және де бұл мәселелерді шешуде еңбек инспекторлары, мемлекеттік еңбек инспекторлары қалай қадағалап отыр? Сол туралы өзіңіз бізге тарқата әңгімеңізді айтып өтсеңіз, Мерей Оралбайұлы. Жалпы жаңа жақсы атап өттіңіз, өңірімізде осындай еңбек даулары қазір соңғы кезде көп орын алуда. 2021 жылмен де салыстырғанда жыл басынан бастап та қазіргі таңда да қазір орын алуда, көп деп айтсақ болады. Жалпы еңбек дауын шешу тәртібі ол еңбек заңнамасының талаптарында нақты реттелген. Еңбек дауы туындағанда ұжымдарда біріншіден жаңа айтқан ұжым өзінің талаптарын жазбаша түсіріп, қағазға жазып, арыз ретінде жұмыс берушіге оның талабын ұсыну керек. Және ол талапты 3-тен 2-сі ұжымда оны қолдау керек, қолдау керек. Содан кейін барып ол жұмыс берушімен қаралады. Өзінің заңда реттелген тәртібі бар. 3 күннің ішінде қаралып, жұмыс беруші өзі шеше алатын жағдай болса, оны хабарын жауабын береді. Егер шеше алмаған жағдай болса, ары қарай татуластыру рәсімдері арқылы татуластыру комиссиясы құрылады. Татуластыру комиссиясында жұмыс беруші өкілдері, жұмысшылар өкілдері қатысады. Және ол міндетті түрде мемлекеттік еңбек инспекторларының бақылауында болады ол процестер. Ол жерде татуластыру комиссиясында ол белгілі бір шешімге келе алмаған жағдайда онда еңбек төрелігі құрылады. Еңбек төрелігінің құрамында мемлекеттік еңбек инспекторы міндетті түрде қатысады заң талаптарына сай. Және басқа да кәсіподақ ұйымдары немесе басқа да мемлекеттік ұйымдар оған мүше ретінде қатысуы мүмкін. Еңбек төрелігінде қаралып, осы мәселелердің бәрі қаралады. Яғни мекеменің жаңа айтқан экономикалық жағдай, ол жаңа айтқан көп мәселе енді жалпы бізде облысымызда туындап жатқан еңбекақы көтеру мәселесі барлық ұжымдарда қозғалып жатқан сұрақтар. Бұл жерде жаңа айтқан еңбек төрелігінде мекеменің экономикалық жағдайы қаралады. Ол жерде действительно мүмкіндігі бар ма, жоқ па айлық көтеруге? Егер ол жерде сол жағдайына қарай отыра, ол жерде бір белгілі бір шешімге келеді еңбек төрелігі. Еңбек төрелігі шешім қабылдайды. То есть ол жерде жаңа айтқан дауыс беру арқылы комиссия мүшелерінің басым көпшілігімен шешімі қабылданады. Жалпы енді былтырғы жылда айтатын болсақ, 2021 жылда айтатын болсақ, осы 12 айда 62 еңбек дауы тіркелген. Біздің облысымызда оның ішінде 3 сағаттан астам жұмыс тоқтатылған 24 кәсіпорын тіркелген. 38 кәсіпорында 3 сағаттан жұмыс тоқтатылмай, осындай талаптар қойылады жұмысшылармен, татуластыру рәсімдері арқылы
мемлекет еңбек инспекторларының қатысуымен, кәсіподақ ұйымдарының қатысуымен шешілді осындай мәселелер. Жалпы енді айтатын болсақ, енді өңірімізде айлық мәселесі, енді қымбатшылыққа байланысты бәрі сол еңбекақының төмендігіне әкеліп соғады. Жалпы негізгі себептерін зерделеп қарасақ, ол енді айлық еңбекақының төменгі болуына байланысты. Енді жұмысшылар осындай мәселені жалпы көп қозғайды енді. Ал жалпы қазіргі таңда еңбек дауларының жайтып отырсыз ғой, басым бөлігі еңбекақыға байланысты деп. Қанағаттандырылған, шешілген, қордаланған мәселелерді шешілген неше кәсіпорын бар жалпы статистикаңызда өзіңіздің? Жаңа айтып өткен, мысалы, 62 еңбек дауы тіркелдіден 2020 жылы 12 айында, оның ішінде жалпы басым көпшілігі шешілді деп айта аламыз. То есть оның ішінде 62-ның 55-і именно жалақыларын көтеру мәселесі қозғалған, 55 мекемеде жалақылар көтерілді. Қанағаттандырылды. Белгілі бір пайыздарға. Жалпы еңбек инспекторларымен енді көріп отырсыздар ғой, қай мекемеде көп бұл мәселе көтеріліп отыратыны. Сіздердің өкілеттілігіңіздерде заң шегінде түсіндірме жұмыстарын жүргізу, насихат жұмыстарын жүргізу деген жұмыстар атқарыла ма жалпы? Ол міндетті түрде, бұл жалпы біздің тікелей міндетіміз болып табылады. Еңбек кодексінің талаптарына сай мемлекет еңбек инспекторлары ол жоспардан тыс тексеру болсын, арыз шағымдар негізінде, немесе профилактикалық бақылау, қадағалау тексеру барысында болсын, міндетті түрде ұжымдармен кездесіп, ол жұмыс берушілер болсын, ұжыммен кездесіп, міндетті түрде түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Тәртіптерін, осындай сұрақтар көп туындайды, және оның қалай шешілу керек екен жолдарын міндетті түрде мемлекет еңбек инспекторлары түсіндіреміз біздер. Рахмет тұшымды жауабыңызға. Енді Марал Қасқырбайқызы, өзіңіз жаста болса бас болып, осы бір жыл уақыт бола қойған жоқ шығар, судья болып тағайындағаныңызға президенттің жарлығымен енді жауапкершілік алғаннан кейін, әрине біз жас судья деп бөлмейміз, істердің барлығы түседі. Қандай іс түссе де жауапкершілікті мойындарыңызға алып, көтеріп, істерді қарап жатсыздар. Жалпы енді еңбек инспекторы жалпылама айтып өтті. Енді сізден сұрайтыным, Қазақстан Республикасының еңбек дауларын реттейтін бірден бір заңнама бұл еңбек кодексі. Аталған еңбек кодексінің талаптарына сай, еңбек даулары бойынша сотқа дейін және соттан тыс дауды реттеу тәртібі көзделген бе? Көзделсе қандай нақты тәртіптер және де олардың қаралу мерзімдері туралы айтып өтсеңіз, сотқа дейінгі тәртіптер? Рахмет сұрағыңызға. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Жалпы еңбек кодексында соттан тыс, сотқа дейін еңбек дауларын реттеу тәртібі көзделген. Бұл ең алдымен келісу комиссиясы. Яғни келісу комиссиясы бұл құрылады, жұмыс берушімен микрокәсіпкерлік субъектілерінің басшысы және олардың 15-тен аспайтын адам болса, жұмыскері болатын болса, ол жерде келісу комиссиясы құрылады. Міндетті түрде. Бұл келісу комиссиясы жеке еңбек даулары ең алдымен келісу комиссиясында реттелуге жатады. Ал егер реттелмеген жағдайда, немесе келісу комиссиясының шешімімен келіспеген жағдайда, келісу комиссиясының шешімі орындалмаған жағдайда, бұл субъект, жұмыскер одан ары қарай сотқа жүгінуге құқылы. Яғни міндетті түрде келісу комиссиясы соттан тыс біріншіден. Екіншіден, бұл келісу комиссиясы бұл барлық органдарда бар емес, бұл арнайы еңбек кодексінде көзделген және де арнайы заңдарда көзделген, яғни арнаулы мемлекеттік органдар мен құқық қорғау органдарында, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілерге қатысты және әскери қызметшілерге қатысты келісу комиссиясы жоқ. Олар бірден, егер келіспейтін болса, жұмыстан шығару туралы бұйрықпен, олар бірден сотқа жүгіне алады. Және тағы да бір соттан тыс дауды шешу тәртібі, бұл жаңа айтып өткендей мемлекеттік еңбек инспекторы. 2020 жылы шілде айынан бастап бірнеше заңдар заңды күшіне енді, соттардың жүктемесін азайту бойынша. Осы соттардың жүктемесін азайту кезінде бір қатар басқа соттардың ведомстволығынан алынып, басқа да органдарға берілді. Яғни бұл даусыз талаптар бойынша. Бұл ең бірінші дауды тезірек, жылдам, соттан тыс шешу үшін тараптардың еңбекке деген
азаматтардың еңбек ету құқығын бұзбау үшін ең алдымен мемлекеттік еңбек инспекторына берілді. Бұл еңбек инспекторына егер келіспеген жағдайда жалақысы болатын болса, жұмыскерлер шағымдана алады, ол бойынша тексеріс жүргізеді еңбек инспекторы, және еңбек инспекторы нұсқама беретін болса, бұл нұсқаманың атқарушылық құжат күшіне ие. Яғни оны жұмыс беруші орындауы міндетті. Және де тағы да бір соттан тыс дауды реттеу, бұл енді даусыз істер бойынша егер жалақысы бекітілген және де ол бойынша актілерде көрсетілген болса, бұл бойынша бірақ төленбеген болса, бұл бойынша не жүргізіледі? Атқарушылық жазба, яғни нотариустарға берілді бұны. Нотариус бұл да бір соттан тыс реттеудің жолы. Жалпы өзіміз тәжірибемізде соттарда кездесіп жатады ғой. Еңбек ақыны өндіру туралы талап арыз түседі. Осы жерде жалпы көрермендерге түсіндіріп айтқым келеді. Егер сіздердің қолдарыңызда жұмыс берушіден анықтамаңыз болса, қандай да бір сізге берешек бар екендігі жөнінде сіздерге сотқа жүгініп қажеті жоқ. Бұл анықтама негізінде қайда барады? Нотариусқа барады. Өте дұрыс. Нотариусқа барасыздар. Нотариус атқарушылық жазба жүргізеді. Ол атқарушылық жазбаның сот шешімі сияқты күші бар, атқарушылық күші бар. Ол нотариустың жазбасының негізінде сіз жұмыс берушінің өзіңізге тиесілі еңбек ақыңызды өндіре аласыз. Тағы бір жағдайлар болып жатады. Бізге сотқа талап арыз түседі, алайда анықтама жоқ, тараптар арасында шарт жоқ, дау бар. Ондай жағдайда енді біз енді сотқа дейін реттеу мемлекеттік инспекторға бар деп жатамыз. Бірақ алайда мемлекеттік инспекторлары қазіргі таңда өзіңіз айтқандай, Марал Қасқырбайқызы, келісім комиссиялары жоқ мекемелер болады, шағын мекемелер, жеке кәсіпкерлер. Ол жеке кәсіпкерлерге қатысты сіздер қазір тексеру аша алмайтын шығарсыздар. Солай ма, мониторинг? Ол жөнінде, соны айтып кетсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Бұл жерде арыз шағымдар біздің де еңбек инспекциясы органдарына көп түсуде. Осындай азаматтардың арыз шағымдары айтатын мысалы, еңбек шарт жасамау, именно осы жеке кәсіпкерлік субъектілерінде және микро предпринимательство субъектілерінде осы көп орын алады. Азаматтар арыз шағыммен хабарласады, бізге арызбен келеді. Оған тексеру ашайын десек, оған қазір президентіміздің жарлығы бар. 2020 жылдан осы 22 жылда аяғына 23 жылдан қаңтарына дейін микро және кіші кәсіпкерлікке тексеру тоқтатылды қазір. Біз ешқандай тексеру жүргізе алмаймыз. Тек арыз болса да тексеру жүргізе алмаймыз. То есть президент жарлығына байланысты тек қана түсіндіру жұмыстарын жүргізе аламыз. Даже жаңағы айтқан бизнес өкілін даже бір шақыруға да ол жерде біздің құқымыз жоқ. Кәсіпкерлік кодексіне ол жерде тыйым салынған. Шақыру ол тоже тексеру болып саналады. Сондықтан біз тек қана жаңа айтқан мемлекет емес өтірді телефон арқылы соғып ескертіп жазбаша жауабымызды береміз. Немесе жаңа айтқан медиаторларға немесе сот органдарына жүгінуге тек қана сондай ұсыныс бере аламыз. Онда егер де құрметті телекөрермендер, сіздердің араларыңызда жұмыс берушімен шарттық міндеттемелер болмаса, еңбек қатынастарыңыз шартпен негізделмесе, заңға сай, және де жұмыс беруші сіздің қызмет жасағаныңызды мойындамаса, онда сіз тек қана сотқа келесіз. Яғни сотта сіздер куә арқылы немесе басқа дәлелдемер арқылы өзіңіздің жұмыс жасағаныңызды, соған тиесілі еңбек ала алатындығыңызды дәлелдеме келтіріп дәлелдеулеріңіз керек. Енді сондықтан бұл түсінікті шығар деп ойлаймын бұл тарапта. Енді ары қарата Мерей Оралбайұлы, өзіңізге сұрақты жалғастыра кетсек, енді жаңа жалақы мәселесі ғой. Қазіргі таңда өңірімізде жалақы бойынша берешектер бар, кәсіпорындар, үлкен кәсіпорындар бар ма? Үлкен берешектері бар. Біз енді сотқа келетіні бір адам болып келеді. Коллективный ұжымдық арыз беріп жатырғаны жоқ қазіргі таңда. Бір адам өзі жеке, ал ұжымдық осы кәсіпорындар бар ма? Көп берешегі бар. Және жалақы берешектері қалай өндірілуде, сіздер қалай өз үлестеріңізді қосудасыз? Енді соттың процедурасын біз жаңа айтып өттік, сіздер өз тарапыңыздан айтып өтсеңіз. Түсінікті сұрағыз. Бұл жерде жалпы мана айтып өткендей, мемлекет еңбек инспекторлары тек қана азаматтардың арыз шағымдар арқылы тексеру тағайындай алады.
яғни белгілі бір келген арыз бойынша тексеру тағайындалады. Тексеру қорытындысымен жаңағы берешек жалақы мәселесі бойынша келетін болсақ, өңірімізде ондай кәсіпорындар бар. 2021 жылдың басынан бастап мемлекеттік еңбек инспекторларының барлығы 295 миллион теңге көлемінде жалақы бойынша берешек анықталып, мемлекеттік еңбек инспекторларымен тиісті шара қолданып, барлығы 941 жұмыскердің конституциялық құқығы қорғалған. Берешек фактілері бойынша және 7 заңды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 1,3 миллион айыппұл салынған. Жалпы қазіргі кезде бізде 2 кәсіпорын бар. Былтырдан келе жатқан осы 2 мекеме, Қарай құрылыс және ЖСР Пионикс дейтін мекеме. Бұл мекемелер бойынша тексерулер нақты біздермен мемлекеттік еңбек инспекторларымен жүргізіліп, нұсқама берілді. Өзіңіз айтқандай, атқарушылық парақ ретінде сот орындаушыларға жолданды. Қазір сот орындаушылардың өндірісінде бұл мәселе. Жалпы сома көлемі біреуінде 77 миллион, біреуінде 1,5 миллион көлемінде. Бізде қазір тіркеліп отқан осы 2 мекемеге қатысты. Жалпы енді үлкен ұжымдық қарыздар бойынша, қарыздар осындай қазіргі таңда біздегі бар ақпарат бойынша. Жалпы енді арыз шағымдар енді түсуде, қазіргі таңда да енді ондай мәселелер бар. Жеткілікті деп айтсақ болады, арыз шағымдар түседі. Түскен кезде дереу тексеру ұйымдастырылып, егер ол ірі орта кәсіпорын болса, онда міндетті түрде тексеру ашылады, тексеру қорытындысымен нұсқама беріліп. Тек қана кіші кәсіпкерлік, микро кәсіпкерлік ұйымдарын ғана сіздер тексере алмайсыздар. Оны тексере алмаймыз. Оны біздің жарлыққа байланысты құқығымыз. Жарайды, түсінікті. Енді Марал Қасқырбайқызы, бізде сотта мерзімдер деген ұғым бар. Жалпы жақында біз енді практикадан айтып өтейін осы жерде. Құрметті телекөрермендер, мен өзім жақында әлеуметтік желіде Facebook парақшамда мерзімдер туралы пост жариялағанмын. Көп адамдар сотқа келіп, өзінің пайдасына шешім шықпаған тарап соттан кінәрат іздеп бастайды. Алайда олар өздерінің талап арызының нақты жазылғаны былай тұрсын, мерзімі дер кезінде талап арызы берілгенін, берілмегенін тексере қоймайды. Бізде жақында іс болды. 24 жыл бұрынғы жұмыстан шығарып жіберу туралы арызын заңсыз деп тану туралы азаматша А деп белгілейік, талап арыз қойды. Енді ол үлкен кәсіпкерлік субъектіні жауапкер ретінде көрсеткен, негізсіз өзін жұмыстан шығарғанын көрсетіп, сол кездегі 96 жылғы бұйрықты даулап отыр. Бірінші сатыдағы сот қарап, қанағаттандырудан бас тартқан, себебі қарсы талап қою мерзімін қолдануды сұраған. Енді біз апелляцияда қарағанда сол күйінде қалдырдық соттың шешімін, себебі сот шешімін түсіндірген уақытта түсіндіріп бақтық, барымызша талап қою мерзімі өтіп кеткен 96 жылдан бері неге талап арыз қойылмады деген сұрақтарды көтердік. Алайда ол азаматша ол қоймай, ол біздің үстімізден де Facebookқа да барлық жерге қазір арыз жазып жатыр. Енді мен ол жерде не айтқым келеді? Құрметті телекөрермендер, кез келген тауардың да пайдалану мерзімі бар ғой, сол сияқты талапты да қорғаудың өзінің мерзімі бар. Еңбек даулары бойынша да жалпы азаматтық кодекстің талаптарына сай жалпы талап қою мерзімі 3 жыл. Бірақ кейбір істердің ерекшелігіне, өзгешелігіне байланысты талап қою мерзімі әртүрлі. Сондықтан қазір Марал Қасқырбайқызы, еңбек даулары бойынша сотқа жүгіну мерзімдеріне тоқталып өтсеңіз. Жұмысқа қайта алу туралы даулар бойынша бұл өзінің келісу комиссиясына еңбек шартын тоқтату туралы актының көшірмесі келіп түскеннен бастап 1 ай ішінде, ал сотқа жүгіну үшін реттелмеген даулар бойынша келісу комиссиясының көшірмесі өзіне табыс етілген, немесе ол хабарлама арқылы жіберілген күннен бастап 2 айдың ішінде сотқа жүгіну керек. Ал басқа да еңбек даулары бойынша өзінің жұмыскер немесе жұмыс беруші өзінің құқықтары бұзылғандығы туралы білген күннен бастап 1 жылдың ішінде сотқа жүгінуге құқылы. Оның ішінде жалақы өндіру туралы. Жалақы өндіру туралы. Ол басқа да еңбек дауларына қатысады, яғни 1 жылдың ішінде сотқа жүгіне алады. Ал келісу комиссиясы жоқ, жаңа атап өттім ғой, келісу комиссиясы жоқ басқа да қызметшілерге қатысты. Олар бойынша өзінің еңбек шартын тоқтату туралы акты өзіне табыс етілген күннен бастап, бұлар 3 ай мерзімде сотқа жүгіне алады, ал басқа да еңбек даулар бойынша 1 жыл мерзімде. Жаңа атап өттіңіз, көп жағдайда
талап қоюшылар осы мерзімді өткізіп алып жатады, 1 жылдан кейін сотқа, 2 жылдан кейін сотқа жүгініп жатады. Ал бұл азаматтық кодекста нақты көзделген, осы мерзімді өткізіп алу салдары нақты көрсетілген. Яғни егер осы мерзім өтіп кеткеннен кейін сотқа жүгінетін болса, бұл талап қоюды қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім шығаруға негіз болып табылады. Және де көп жағдайда талап қоюшылар өткізіп алған мерзімді қалпына келтіру туралы қосымша арызды бермей жатады. Бұл да оның жұмыскерлердің, жұмыс берушілердің немесе бұлардың құқықтық сауаттылығының төмендігінен деп айтуға болады. Өздерінің құқықтарын қалай қорғайтындығын білмей, өте кеш жүгініп жатады. Соның салдарынан талап қою арызы қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім шығаруға негіз болады. Нақты осы айтып кететін болса. Иә, жалпы енді бұл жерде айтқымыз келетіні, біз талап қою мерзімін өткізіп алсаңыз, егер де ауруға байланысты, немесе бір жаққа кетіп қалуыңыз онда сіздер талап қою мерзімін қалпына келтіру туралы арызбен сотқа жүгіне аласыз. Сот оны шешеді. Оны шешіп, оған өзінің бағасын беретін болады. Кей кездерде нақты оның ауыр науқастануы, сотқа осы мерзімде жүгінуге кедергі келтіретіндей дәлелді себептер келтіретін болса, бұл сот оны қарап, нақты іс бойынша әр жағдай әртүрлі ғой, оның мерзімді қалпына келтіріп, оның жұмыскердің пайдасына шешім шығарып жатқан жағдайлар бар. Енді келесі сұрақ, енді Мерей Оралбайұлы, өзіңізге қойсақ, жаңадан айтып жатырық. Қазіргі адамдар жалпы халық сауатты. Себебі әлеуметтік желіде жазып жатады, арыздар көп түсуде бұрынғыда қарағанда, бірақ оларды біз құқықты сауатты деп өкінішке орай айта алмаймыз. Себебі осы құқықтық сауатсыздық, қаржылық сауатсыздық арқасында адамдар опық жеп жатады. Соның бірден бір дәлелі бұл азаматтардың жұмыс берушілермен еңбек шартсыз қандай да бір қызметке кірісіп кетуі. Бұл енді әрине мемлекеттік қызметкерлерде немесе арнайы жаңағы белгілі бір талаптары бар қызметтерде жүзеге асырылмайды, бірақ күнделікті мына дүңгіршектерде сатушы болу, немесе жаңағы жеке балабақшаларда бала күтушісі, жаңағы кіші күтушісі, няня деп жатады ғой, сондай. Мен енді істерге, бізге келетін істердің санатына қарай айтып жатырмын. Еден жуушы болсын, міне кіші қызметкерлерге байланысты өкінішке орай бізде осындай заң бұзушылықтар орын алып жатады. Сондықтан ендігі жалпы жұмыс берушілердің жұмыскермен еңбек шарттарын жасаспау салдарынан туындаған даулар сізге де жетіп жатады, арыз ретінде бізге де келіп жатады. Біз енді сот тарапынан баға беріп, мысалы менің өз практикамда жеке болды, мекеме жаңағы подрядный работа дейді, сол шарт негізінде алған. Былай қарасаң, ол шарт емес, еңбек шарты. Біз бірінші сатыдағы сот талап қойшының талабын қанағаттандырудан бас тартқан, біз бұзып, жаңа шешім қабылдап, себебі бұл жаңағы мердігерлік жұмыс болу үшін жұмыскер өзі барлық шығынды көтеру керек, өзі қонатын жерді табу керек, өзінің жаңағы материалына жасау керек. Бұл жерде бұл кіші қызметкер ретінде алынған. Ұйықтайтын жатақхананы береді, вахталық поселок, кір жуатын жағы порошок барлығын береді. Бұл мердігер дейді. Алайда 8 ай бойы оның әңгімесіне айтсаң, мердігер емес ол кіші. Сондықтан біз бұзып, бұны жеке еңбек шарты деп таптық ол іс бойынша. Әрине, ол 1 жылдың ішінде үлгерген, бірақ ол айтып отыр бізге сотта, менің қасымда басқа да адамдар бар еді, қап олар үлгермей қалдау дейді. Себебі мен сотқа арыз берейін деген кезде олар қойшы кіммен соттасамыз деп айтқан дейді. Енді көріп тұрсыз ба, сонда осындай мекемелерге қатысты жалпы сіздер тексеру ұйымдастырып анықтаған жағдайда қандай жаза қолданылады? Және де бұл айыппұлдардан кейін нәтиже шығып жатыр ма? Сол мәселеге жалпы тоқталып өтсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Жалпы біздің де практикамызда осы мәселелер кездесіп тұрады. Бұл жерде екі мәселе. Бұл жерде айтқан еңбек шартын жасаспау мәселесі, жұмыс берушілердің ондай фактілерді көп орын алады. Бұл жерде енді айтқан, біз осы қазір президент жарлығына дейін 2020 жылға дейін біздер тексерулер жүргіздік.
жүргіземіз. То есть 20 жылға дейін арыз шағымдар келгенде осындай микропредпринимательство, кіші кәсіпкерлік болсын, субъектілеріне қатысты тексерулер жүргізіліп, осындай арызында көрсетсе, нақты азамат, мысалы мен жұмыс жасадым, жұмыс жасайтын ешқандай дәлелді құжатым жоқ, еңбек шарт жасасқан жоқ деген сияқты фактілерді ол арызында көрсетсе, біз мемлекеттік еңбек инспекторы міндетті түрде тексеріп ашып, оны тексереді. Жаңа айтқан куәгерлерден түсініктемелер алынады, қосымша құжаттар мысалы анықталуы мүмкін, анықталған жағдайларда, ол жерде нақты факт анықталған жағдайда шара қолданамыз, нұсқама береміз, еңбек шартын жасаспаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартамыз. Және еңбек ақы болса, даже документальный дәлел болмаса да біз немізді береміз, нұсқама береміз. Ары қарай дау болған жағдайда жұмысшыға ескертеміз. Онда сіз сот органдарына арқылы біздің қорытындымызды ала отырып, сот органдарына жүгіну арқылы өндіруіңізді сұраймыз деп, сондай не береміз, ұсыныс береміз жұмысшыларға. Ондай фактілер действительно өкінішке орай көп орын алады. Осы кіші микро кәсіпкерлік субъектілерінде ол жаңағы еңбек шартын жасаспау деген сөз, манағы айтқан белгілі бір әлеуметтік төлемдерді төлемеу, мысалы жаңағы пенсионы дейміз, жаңағы басқа да мысалы жаңағы медициналық жаңағы сақтандыру деген сияқты әртүрлі. Бұл жерде оның да арғы түптері бар. Егер де мысалы жаңағы айтқан жұмысшы мекемеде жүріп өндірістік жарақат алса, оның мысалы төлемдерін төлемеу бағытында, осындай бағыттардан қашу арқылы жұмыс берушілер өкінішке орай еңбек шарттарын жасаспайды. Көп кездеседі осындай микро, кіші кәсіпкерлік субъектілерінде. Көбіне соларға қатысты дейсіз? Көбіне сондайларға қатысты. Енді ол жерде ірі, орта кәсіпорындарда ондай жоқ. Осынша сіздің айтып өткен екінші мәселеңіз, ол Қазақстан Республикасы еңбек кодексінің 27 бабында нақты көзделген еңбек шартының ерекшеліктері, басқа азаматтық құқықтық қатынастағы шарттардан ерекшелігі. Бұл жерде 3 жағдай бар. Егер белгілі бір жұмысты атқаруы, мысалы лауазым көрсетілген болса, белгілі бір еңбек тәртібіне бағынатын болса, сосын және нақты жұмыс тәртібіне, сосын айлық алған туралы не болса, белгілі бір айлық белгіленген болса, онда ол еңбек қатынасы деп танылу керек. Бұл жерде сот органдарымен біздің де практикамызда ондай жағдайлар кездесті. Біз соларды анықтап, тексеру барысында нұсқамалар бердік мекемелерге. Осында жаңағы айтқан әлеуметтік төлемдерден қашу бағытында жұмыс берушілер жаңағыдай қызмет көрсету шарт жасайды. Бүркеншектейді. Бүркеншектейді. Жаңағы әлеуметтік төлем, белгілі бір төлемдерден қашу мақсатында деп ойлаймыз. Біз енді анализ өзіміз жасағанда сондай келдік. Сосын ондай кездерде біз жаңа айтқан белгілі нұсқама беріп, жаңағы еңбек шарт жасаспаған үшін әкімшілік жауапқа тартып, ары қарай жаңағы осы шартты, еңбек қатынасы деп тану жөнінде сот органдарына бару деп ұсыныс беріп, ондай нелер болды, практикалар болды. Рахмет, құрметті студия қонақтары. Бүгін енді жалпы еңбек қатынастарының қазіргі таңда басты мәселе болып тұрғаны бәрімізге де аян. Сондықтан құрметті телекөрермен, бүгінгі біз бағдарламамызда еңбек қатынастары неден туындайды? Еңбек қатынастары туындаған жағдайда өзімізді қалай құқықты қорғай аламыз? Және де өзіңіздің құқықты қорғау үшін қандай мерзімдер белгіленген? Мен сол туралы мағлұмат беруге тырыстық. Жалпы өзіңіздің құқықты сауатты болғаныңыз, бұл өзіңіздің тиісті Қазақстан Республикасының Конституциясында белгіленген құқықтарыңыз бен міндеттеріңізді адал иеленіп атқаруға жол ашады деп ойлаймын. Сондықтан әрқашанда тек бай баламға салмай, кінәліні жан-жақтан іздемей, ең алдымен әркім өзінің дұрыстығын, өзінің сауаттылығын, өзінің іс әрекетін заңға сайма, соған ғана баға беру керек деп ойлаймын. Содан кейін барып кінәлі тұлғаны жан-жақтан іздеу керек. Ең алдымен сіз қызметке тұрар кезде жұмыс берушінің әртүрлі сізге берген уәделеріне сене бермей, сіз онымен қарым-қатынасыңызды шарттық негізде еңбек туралы еңбек кодексінің талаптарына сай шарттық негізде бекітіп алғаныңыз дұрыс. Ол шартта көрсетілетін негіздерді әрине сіз әлеуметтік желіден де жүктеп алсаңыз, еңбек туралы кодекс ол үлкен емес, ондай оны бір оқып шығуға болады. Не көрсетілу керек? Сіздің жұмыс істеу мерзіміңіз, жалақыңыз, сіздің демалуға конституциялық құқығыңыз, еңбек демалысына шығу барлығы осы еңбек шартында көрсетілу керек. Ал егер де еңбек шартын сізге кейбір баптары, бөлімдері ұнамаса, сіздер аталған еңбек шартын заңсыз деп тану туралы сотқа да жүгінуіңізге құқығыңыз бар. Ең алдымен сотқа жүгінбестен бұрын нақты осы жерде айтқым келеді, еңбек инспекторы бар, мемлекеттік еңбек инспекторы. Барлық талаптар сотта шешіледі деген ойдан арылыңыздар. Мемлекеттік еңбек инспекторының да өкілеттілігі кеңейген қазіргі таңда, олардың тарапынан шығарылатын құқықтық актілердің де заңдық күші бар.
атқарушылық күші бар. Яғни олардың тарапынан шығатын ұйғарымдар орындауға міндетті болып табылады. Сондықтан ең алдымен қандай да бір еңбек туралы дау туындап жатса, Маңғыстау облысының еңбек инспекциясының басқармасына, мемлекеттік еңбек инспекторларына арыз жазып, содан кейін олардың арызының жауабын алғаннан кейін қанағаттанбаған жағдайда ғана сотқа жүгіне алатындығыңызды мен ескерткім келеді. Яғни сотқа дейін дауларды соттан тыс реттеу әдістерін ұмытпағаныңызда жөн. Сондықтан өзіміздің құқығымызды біліп, әрқашанда аман-есен тек заңды шешімдерге ие болу үшін өзімізде заңды, негізді талаптар қоя білейік. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.